Әрбір адам осырадыны анық. Егер де кісі өз ішіндегі ауаны адамдар қоғамында жіберетін болса, онда басқаларды көбінесе күлкіге немесе жек көрушілікке әкеледі. Мүмкін сіздердің көпшілігіңізде біз неге осырамыз деген сұрақ туындаған шығар. Сәлем әлем, Саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір сіздерге біз неге осыратынын айтып береміз. Ал кеттік. Біздің ішімізде ауа туындайтынына кем дегенде 3 себебі бар. Сіз жаңа ғана бір тілім тамақ жұтқанын көз алдарыңызға елестетіп көріңіз. Содан кейін тағы да бір тілім жұтып шайнап жатырсыз. Ал сол кезі өңеш сіздің аузыңыздан асқазанға баратын ішік бірте-бірте ауамен тола бастайды. Содан тағы да келесі тілім тамақты жұтай берген сайын ол алдындағы ауаны итеріп асқазанға алып кетеді. Өңештің қабырғалары өте тар. Сондықтан жұтқан тамақ өткен сайын өңеш жабыла береді. Соған орай ауа асқазанға түскеннен кейін ауада тек қана бір жерден шығатын жері бар. Адам ішінде ауаның пайда болуының екінші себебі сілекейде жасырынып отыр екен. Тамақ тілімі асқазанға түскеннен кейін сілекей бездері көпіріп және пісіріп жатқанда биокарбонат деген химиялық элемент бөліне бастайды. Содан асқазан ішінде ауа пайда болады да басқа бір ауаларға қосылады. Үшінші себебі біздің ішіміздегі бактерияларда. Асқазан ішінде бізге қызмет етіп отырған жақсы бактерияларда және жаман бактериялар да бар. Олар да біз жұтқан тамақпен тамақтанады, және содан олар да кішкене болса да біз сияқты ауа жіберіп отырады екен. Иә, дұрыс. Олар тамақтанғаннан кейін шығарған ауаны біз жалғастырып шығарамыз. Осындай қызық сұрақты талқылап жатқанда көбімізде сұрақ туындайды. Адам баласы күніне неше ауа осырады? Ғалымдардың айтуынша орташа адам күніне жарты литр ауаны шығарады. Сонша көлемде ауа шығару үшін адам бір күнде кемінде 15 рет осыруы керек екен. Айтпақшы, адам ұйықтап жатқанда ауа шығару процесін бақылай алмағандықтан ауаны шығара береді. Сондықтан егер сіз 15 рет көп қой, мен күніне 15 рет осырмаймын дейтін болсаңыз, мүмкін сіз ұйықтап жатқанда осыратын шығарсыз. Әзірге болды. Егер сізге осы видео пайдалы әрі қызықты болған болса, лайк басыңыз. Сізге оңай, ал біз өте риза боламыз. Және біз сізге біздің арнамыздағы басқа видео бейнелерді көруге ұсынамыз. Болды, қош сау болыңыздар.